Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін біз кивиден лимонад жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге 4 киви болады. Кивидің сыртын жақсылап алып аламыз. Содан кейін барып блендерге салатын боламын. Содан кейін мен бір апельсиннің сыртын ашып, сосын жарты лимонды салдым. Сырттарын алып аламыз. Менде қант, сосын таза су керек болады міндетті түрде. Содан кейін барып барлығын жақсылап араластырып, сироп дайындайтын боламыз. Міне енді дайын болған сиропты біз ең алдымен графинге мұз салып аламыз. Мұз, лимон, мятты саламыз. Содан кейін барып біз сиропымызды құямыз. Сиропты құйғаннан кейін біз 1 литрдей таза суымызды құямыз. Біздің осымен лимонадымыз дайын болды. Лимонадты салқындатып ішсеңіздер, өте керемет шөлді басатын болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Менің пайдалы ақпараттарым, рецептілерім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Күнделікті рецептілер шығып тұрады каналымда. Сау болыңыздар.